Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін жұмыс сапармен Шығыс Қазақстан облысына барды. Әуелі Семейге соғып, қаланың тыныс-тіршілігімен танысқан президент жергілікті жұртшылықпен кездесті. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз айтпақшы халықтың көңіл күйін білудің төте жолы. Осыдан кейін мемлекет басшысы бірқатар әлеуметтік мәдени маңызы бар нысандарды аралап, өңірде мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысымен танысты. Президент Семей қаласын дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Сапардың жай-жапсарын толығырақ әріптесім Азамат Алдоңғаров айтып береді. Оңтүстік пен батыстан кейін мемлекет басшысының жолы Шығыс Қазақстанға түсті. Алғаш тоқтаған қаласы Семей. Адамзаттың ядролық қарудан өз еркімен бас тартуға алғаш қадам жасаған бейбітшіліктің қаласы Семейдің ядролық қарусыз әлем символына айналуына Қасым-Жомарт Тоқаевтың да еңбегі сіңді. Біріккен ұлттар ұйымында қызметте жүріп, тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасын әлем лидерлерін қолдауға үндеді. Президенттік борт Семей халықаралық әуежайына межелеген уақытта қонды. Траптан-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевқа былтыр ғана жөндеуден өткен әуежайдың ұшып қону жолағы жаңарған ғимараты таныстырылды. Жөндеу нұрлы жол бағдарламасы аясында өтті. Қазір Семей әуежайы ішкі рейстермен қатар бірнеше халықаралық бағытта жолаушы тасымалдайды. Осыдан кейін мемлекет басшысына рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы таныстырылды. Шаһарда жалпы саны 27 мемлекеттік маңызды жоба қолға алынған. Рухани жаңғырудың негізінің бірі Абайдың шығармашылығы болуы тиіс деді президент. Ұлы Абайдың мұрасы рухани жаңғырудың маңызды бағдарына айналуы қажет. Алдағы жылы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толады. Үлкен мереке, үлкен іс-шара. Осы айтулы датаны біз тұтас ел болып мемлекеттік деңгейде атап өтуіміз керек. Біз үшін бұл мерейтойдың маңызы ерекше. Тарихи датаны ақыл-парасатпен салиқалы деңгейде өткізуге баса мән беру керек. Негізгі мақсат дана Абайдың тағылымын жастардың санасына сіңіру, ұлы тұлғаның ой толғамдарын кеңінен дәріптеу. 175 жылдықты мемлекеттік деңгейде атап өту үшін тиісті шараларды қабылдауға үкіметке тапсырма берілді. Сонымен қатар ұлы ақынның әкесі Құнанбайдың есімін ұлықтау қажеттілігіне тоқталды. Осыдан кейін кешегі Семей полигонының зардабын тартқан халыққа қамқорлық көрсету керек деп үкіметке тағы тапсырма жүктеді. Жыл соңына дейін полигон аймағындағы тұрғындар мен олардың ұрпақтарына ядролық сынақтардың тигізген зиянын нақтылап, әлеуметтік кепілдіктердің көлемін анықтаймыз. Үкіметке полигон аумағындағы халыққа берілетін әлеуметтік көмектің мөлшері жөнінде нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын. Өңірдегі табір күрделі ахуал Семейдегі ядролық медицина орталығының құрылысына қатысты болып отыр. Аталған мәселе 2012 жылдан бері айтылып келеді. Бұл тиісті мемлекеттік органдардың адам тағдырына соншалықты селқос қарап отырғанын көрсетеді. Сондықтан айтыс-тартысты дереу тоқтатып, елге тиімді ортақ мәмілеге келу керек. Қасым-Жомарт Тоқаев қазір қоғамда қызу талқыланып жатқан Қазақстанда атом электр станциясын салу тақырыбында айналып өтпеді. Ядролық қарудың қасіретін жақсы білетін семейліктердің алдында мемлекет басшысы шешім халықтың пікірін ескеріп қабылданады деп уәде берді. Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Қоғамда атом электр станциясының құрылысы қызу талқыланып, үлкен резонанс туғызды. Бұл күрделі мәселе. 2030 жылы Қазақстанда электроэнергия тапшылығы болады. Сондықтан бұл мәселені қазір шешу керек. Халықтың пікірі ескерілмей, атом электр станциясының құрылысы туралы шешім қабылданбайды. Ал қаланың түйінді мәселелері жоқ емес. Мысалы, үш көпірдің екеуі апатты жағдайда. Шаһар ішіндегі жолдардың 20%-нің тозығы жеткен. Дегенмен жол жөнделіп жатыр. Оны мойындау керек деді мемлекет басшысы. В 2017 году была завершена 5-летняя комплексная программа. 2017 жылы Семей қаласының 5 жылдық кешенді әлеуметтік экономикалық бағдарламасы аяқталды. Мен ол бағдарламаны қарап шықтым. Сол арқылы біраз коммуналдық, әлеуметтік, инфрақұрылымдық мәселелерді шешуге сеп болды. Қала тұрғындарының сапалы өмір сүруі біздің алдағы уақыттағы ең басты мақсатымыз болып қала береді. Қазіргі таңда 350 мың тұрғыны бар қаланың жылдық бюджеті 56,5 миллиард теңге. Сондықтан мен облыс басшылығына 2025 жылға дейін арнайы Семей қаласын дамыту бағдарламасын бекітуді тапсырамын.
Кездесуді тәмамдап, президент бастаған делегация Семей қалалық ауруханасына барды. Бұл тек қана өңірде емес, еліміз бойынша америкалық озық аппараттармен жабдықталған жалғыз медициналық мекеме. Посмотрел я сейчас больницу вашу, очень хорошая больница. Қазір сіздердің ауруханаларыңызды көріп шықтым, өте жақсы мекеме. Бұл тұңғыш президентіміз елбасының ұсынған 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы аясында салынған. Сіздерді құттықтаймын. Ерекше медициналық жұмыстар, оның ішінде күрделі оталар жасалады. Сіздерге табыс тілеймін. Сіздердің еңбектеріңіз адал. Семей қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы 100 мектеп 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы аясында салынды. Оның бірегейлігі тек қана Қазақстанда емес, посткеңестікте баламасы жоқ гибридті операция бөлмесі бар. Оған орнатылған мына ангиограф аппараты адам ағзасында болуы мүмкін кез келген ауруды анықтай алады. Орталықта жыл сайын 3000 операция жасалады деп жоспарланған. Демек, Семей қаласы мен өңір тұрғындары ешқайда сабылмай-ақ түрлі дерттің емін осы ауруханадан табады. Гибридный деген енді екіге бөлген, гибридный ол ашып жасауға болады. Если, например, малоинвазивный деп отырмыз ғой, ол біз тамырдан ғана стенд қоямыз, жүрекке, миға, ол келмей жатса, ол біз стенд қоя алмай жатсақ, оны ашуға да болады. Басты ашып, дұрыстап көмек көрсету, сол гибридтігі сол. Демек, операциялар пышақ тигізбей жасалады. Денсаулық сақтау саласына оң баға берген мемлекет басшысы осыдан кейін Қарағайлы шағын ауданындағы құрылыс алаңына барды. Президент қалада қарбалас тудырмау үшін ұзын сонар көлік керуенмен емес, шағын автобуспен жүруді жөн көрді. Абай арена деп аталатын мәдени спорт кешені айналасында тұтас бір қала бой көтерді. Мына үйлер 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы бойынша сатылып жатыр. Нұрлы жер бойынша 150 пәтер өз иесін тапты. Бұл бағдарлама бойынша Қарағайлы шағын ауданынан 368 баспананың кілтін табыстау жоспарда бар. Назарбаев зияткерлік мектебі қазірдің өзінде жұмыс істеп тұрса, білім мекемелерінің қатары жақын арада тағы 4 мектеп 5 балабақшамен толығады. Болашақта 25 000 адам тұратын қалашықта сапалы өмір сүруге қажетті барлық инфрақұрылым бар. Мұндай орталық Семейде емес, даже біздің облыста болмаған. Енді әртүрлі орталықтар бар ғой, бассейн бөлек болады, развлекательный центр бөлек болады, манеждер бөлек. Бұлай енді бәрін бірге қосып тұрған бірінші объект. Олимпиадалық бассейн, 5000 көрермен сиятын зал, ойын-сауық орталығы. Барлығы бір шатырдың астында. Құрылыс жұмыстары болашақта да жалғаса береді. Туған жер бағдарламасы барда Семей сияқты шағын қалалардың дамуы тоқтамайды. Оны мемлекет қатаң бақылауда ұстамақ. Ал халықтан көмек, аянбай еңбек ету, білім, ғылым игеру және ең бастысы Қазақстанда бүгінгі дамуға дейін алып келген ауызбіршілігін, ынтымағын сақтайық деді президент. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға табыс тілеймін, амандық тілеймін, шын жүректен. Азамат Алдоңғаров, Айдос Меделбеков, Дулат Интебеков, Медет Өмірханов президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Семейден.